Ал қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызда біз қазақ тілі 92-ші сабақты өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Сабағымыздың мақсаты берілген тақырып сұрақ бойынша түрлі деректерді мұғалімнің көмегімен анықтау және болымды болымсыз етістік туралы түсінік беру. Ендеше бұл біздің қайталау сабағымыз болғандықтан бейнероликке назар аударамыз. Ал ендеше ережесіне қарайық. Етістік болымды, яғни күл, жаз және де болымсыз күлме жазба болып екіге бөлінеді екен. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерінбе, бұзба, жұлма. Ал ендеше бірінші жаттығу. Ребусты шеш, ол кісі туралы не білетініңді айт дейді. Ал енді бізге суретте 4 лақ, елік, беш және ине берілген екен. Осыларға қарап ребустың шешімін табайық. Дұрыс балалар, ребустың шешімі Төле би екен. Төле би қазақтың 3 биінің бірі, атақты шешен. Келесі тапсырма, мәтінді оқы дейді. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділділігімен, шешенділігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі Қазыбек би мен кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз тәукенің басты кеңесшісі болды. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасында кең тараған. Ендеше балалар, бізге мәтінге байланысты бірнеше сұрақтар берілген екен. Төле бидің кім екенін айт. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Төле би кімнің кеңесшісі болды? Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Төле би хан болды ма? Мәтіннен тірек сөзді тауып көр. Ал біріншісі, Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері. Екіншісі, 15-20 жасында билікке араласты. Үшіншісі, ол әз тәукенің кеңесшісі болды. Төртіншісі, біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңең кетпейді. Төле би ұлы жүздің төбе биі болған. Соңғысы, шешен, халық, би, әділділік кеңесшісі, нақыл, мәтел. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырма, батаны жатқа жаз дейді. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол. Ал енді бізге берілген тапсырмалар. Батадағы әр сөйлемнің мағынасын топта талқыла. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын сөздік арқылы анықта. Ендеше, бір үйдің ғана емес, көп үйдің ақылдысы бол. Бір ауылдың ғана емес, барлық халықтың данасы бол. Бір адамға ғана емес, барлық халыққа пайдаң тисін дейді. Ал қарамен жазылған сөздердің мағынасы ол сана, ақыл, ой, дана, данышпан, кемеңгер, ақылды адам, ал қол ол әскер деген мағынаны білдіреді екен. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.